Сәлеметсіз бе көрермен, қалай ішекті тазартуға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту, кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Ішекті де тазартып тұру керек. Адам ағзасы ана жатырында жаратылған сәттен бастап 1 секундта тоқтамастан тынымсыз жұмыс жасайды екен. Сондықтан ағзаны тынықтырумен қатар тазартып тұрудың да маңызы зор. Ал ағзаны тазарту ішектерден басталады. Адам денсаулығының бір кепілі ішек жұмысының қалыпты болуы. Өйткені ішек ас қорытуға атсалысады. Ондағы пайдалы заттарды ағзаға сіңіреді. Бірақ адам өз өмір салты, тамақтанудағы кейбір әдеттері арқылы оның қалыпты жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Сосын одан түрлі аурулар пайда болады. Ішекте қорытылмай қалған заттар тұрақтап шірейді. Оның ыдырауынан пайда болған улы заттар қанға өтіп, бүкіл ағзаға тарайды. Сосын себебі белгісіз, өзі түсініксіз әртүрлі мазасыздық басталады. Мұндайға жол бермес үшін ішекке көмек керек, яғни оны тазартып тұрған жақсы. Ал ішекті тазартудың мынадай оңтайлы тәсілдері бар. Бал қолданыңыз. 1 стақан суға 1 ас қасық әселді ерітіп 3 мезгілден ішіп тұрсаңыз, 2 айға дейін ішек зиянды заттардан тазарады. Өйткені бал ас қорытуға жақсы жәрдемдеседі. Оны витаминдерге, гормондарға, қажетті биологиялық белсенді заттарға қанықтырады. Күріш пен сұлы ботқасын дайындаңыз. Оларды жарты стаканнан алып, жақсылап жуып, 2,5 стакан суда қоюланғанша қайнатасыз. Оған аздап тұз қосуға болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Бірақ май қоспау керек. Сосын жағдайға қарай осындай ботқаны бірнеше күн бойы таңертең және кешке жеп тұру қажет. Ол ішектегі қорытылмай қалған ас қалдығын, бактерияларды шығарады. Оған қоса ондағы жарақаттарды жазады. Мұндай ботқаны той-томалақтарда бір-бірімен үйіспейтін тамақтарды жеп, көп ішіп, қойып, маза кеткенде де жеуге болады. Сол кезде оның жәрдемі мол. Минералды сумен де тазартатын тәсіл бар. Ол үшін жарты литр су, 1,5 ас қасық ксилит, сорбит емес, диабетпен ауыратындарға арналған қантты араластыру керек. Ксилит дегеніміз құрамында көмірсулар жоқ кристалды қант алмастырғыш. Ыдысқа құйылған 200 грамм мөлшеріндегі суды 36 градусқа жылытады да, оған ксилит қосып суды ішеді. Сосын 20 минут бойы әрі-бері жүру керек. Мұны ең дұрысы таңертең алғашында демалыс күндері бастаған жөн. Сосын тағы да осындай 200 грамм минералды су ішеді. Бұл жолы ештеңе қоспайды. Тағы да 20 минут жүреді. Бұдан кейін 36 градусқа жылытылған 100 грамм минералды су ішеді. Сосын біраз жүру керек. Ол көп ұзамай ішекті табиғи жолмен тазарта бастайды. Әрқайсысы 100 граммнан қара өрік, кепкен өрік, мейіз және кептірілген қалақай керек. Бұларды ет тартқыштан өткізеді. Оған 100 граммнан бал және зәйтүн майын, оливковое масло қосады, жақсылап араластырады. 100 грамм арақ қосса да болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Оны банкада сақтайды, тоңазытқышқа қояды. Сосын күнде кешкісін тамақтан 3 сағат кейін жатар орынға 2-3 ас қасықтан жеп, артынан 300 миллиграмм жылы су ішеді. Таңғы 7-нің және 10-ның шамасында сіз оның әсеріне көз жеткізесіз. Емделу курсы 1 ай, оны жарты жылдан соң тағы қайталауға болады. Ал енді ішектерді тазартудың денсаулыққа қандай әсері бар? Осыған тоқталайық. Қабырғаларындағы қақтан арылған ішек ас құрамындағы витаминдерді жақсы сіңіреді. Осылай әрбір клетканың өмірлік маңызды қуатпен қамтамасыз етілуіне көмектеседі. Бұл әрбір ағза мүшесінің жұмысы айтарлықтай жақсарады деген сөз. Сонымен бірге тері де құнарлы заттармен қанығып, түсі жаңарып, жасарады. Беттегі дақтар түссізденеді, адам өзін сергек сезінеді. Асқазандағы кейбір қалыпсыздықтар, өттегі жайсыздықтар азаяды. Ішекті тазартудың шаш пен тіс, тырнаққа да оңды әсері бар. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.